Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы квадрат теңдеулер және олардың түрлері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты квадрат теңдеудің анықтамасын білу, квадрат теңдеулердің түрлерін ажырату. Анықтама: ax квадрат плюс vx плюс c тең нөлге. Бұндағы a тең емес нөлге түріндегі теңдеуді квадрат теңдеу деп атайды. Бұндағы a, v және c берілген сандар, ал x дегеніміз мұнда айнымалы. Квадрат теңдеудің жалпы түрі ax квадрат плюс vx плюс c тең нөлге. a тең емес нөлге. Мұндағы a бірінші коэффициент, v екінші коэффициент, c бос мүше деп аталады. Квадрат теңдеу жалпы үш түрге бөлінеді: толық квадрат теңдеу, толымсыз квадрат теңдеу, келтірілген квадрат теңдеу. Толық квадрат теңдеуде a нөлге тең емес, v нөлге тең емес, c нөлге тең болмауы қажет. Мысалға, 2x квадрат плюс 5x минус 7 тең нөлге, 6x плюс x квадрат минус 3 тең нөлге, x квадрат минус 8x минус 7 тең нөлге, 25 минус 10x плюс x квадрат тең нөлге. Екінші түрі толымсыз квадрат теңдеу. Бұндағы a тең емес нөлге, v тең нөлге, c тең нөлге. Мысалға, 3x квадрат минус 2x тең нөлге, 2x плюс x квадрат тең нөлге, 125 плюс 5x квадрат тең нөлге, 49x квадрат минус 81 тең нөлге. Үшінші түрі келтірілген квадрат теңдеу. Бұндағы a бірге тең, v тең емес нөлге, c тең емес нөлге. Мысалға, x квадрат плюс 5x минус 7 тең нөлге, 9x плюс x квадрат минус 3 тең нөлге, x квадрат минус 8x минус 7 тең нөлге, 25 минус 10x плюс x квадрат тең нөлге. Оқушылар, артығын табыңдар. x квадраттан 2 плюс 3x плюс 4 тең нөлге, 7x квадрат плюс 5x тең нөлге, 4x квадрат минус 3x минус 1 тең нөлге. Әрине, артығы x квадраттан 2 плюс 3x плюс 4 тең нөлге. Келесі артығын табыңыз. 2x квадрат плюс 7x минус 3 тең болады 0, 5x минус 7 тең нөлге, минус x квадрат минус 5x минус 1 тең нөлге. Әрине, бұл жерде де 5x минус 7 тең нөлге артығы. Келесі есепте артығын табыңыз. x квадрат минус 3x плюс 5 тең нөлге, минус x квадрат минус 7x минус 1 тең нөлге, y тең болады x квадрат минус 2x минус 8. Бұл жерде де артығы y тең болады x квадрат минус 2x минус 8. Квадрат теңдеулердің коэффициенттерін анықтаңыз. 6x квадрат минус x плюс 4 тең нөлге, 12x минус x квадрат плюс 7 тең нөлге, 8 плюс 5x квадрат тең нөлге, x минус 6x квадрат тең нөлге, минус x плюс x квадрат тең 15-ке. Берілген коэффициенттер арқылы квадрат теңдеу құрастырыңдар. Егер a 3-ке тең болса, v минус 2-ке, c 1-ге тең болса, a 1-ге тең болса, v 2-ке тең болса, c 0-ге тең болса, a 3-ке тең, v 0-ге тең, c 4-ке тең болса, a минус 4-ке, v 0-ге, c 0-ге тең болса, a 9-ға, v 0-ге, c минус 4-ке тең болса, a 3-ке, v минус 4-ке, c 0-ге тең болған жағдайда квадрат теңдеу құрастырыңыз. 3x квадрат минус 2x плюс 1 тең нөлге, x квадрат плюс 2x тең нөлге, 3x квадрат плюс 4 тең нөлге, минус 4x квадрат тең нөлге, 9x квадрат минус 4 тең нөлге, 3x квадрат минус 4x тең нөлге.
Толымсыз квадрат теңдеулерді шешу. Бұнда v нөлге тең болған жағдайда ax квадрат плюс с тең нөлге теңдеуін қалай шешеміз? Так, біріншіден, теңдеудің сол жақ бөлігіндегі с теңдеудің оң жақ бөлігіне өтеді. ax квадрат тең минус с-ға. Теңдеудің екі жақ бөлігінде a-ға бөлеміз. x квадрат тең болады минус с бөлінген a. Егер минус с бөлінген a нөлден үлкен болған жағдайда теңдеудің екі шешімі болады. Ал егер минус с бөлінген a нөлден кіші болған жағдайда теңдеудің шешімі болмайды. Екінші жағдайда с нөлге тең болған жағдайда ax квадрат плюс vx тең нөлге. Біріншіден, сол жақ бөлігіндегі x жақша сыртына шығарамыз. x көбейтілген ax плюс v тең нөлге. Берілген теңдеуден екі теңдеу алынады. x тең болады нөлге және ax плюс v тең нөлге. Үшіншіден, теңдеудің екі шешімі табылады. Бірінші шешімі x тең нөлге және екінші шешімі x тең минус v бөлінген a-ға. v және s коэффициенттері нөлге тең болған жағдайда ax квадрат тең нөлге. Бірінші, теңдеудің екі жақ бөлігінде a-ға бөлеміз. x квадрат тең нөлге. Өзара тең екі шешім бар. x1 және x2 тең болады нөлге. Квадрат теңдеудің түрлерін анықтаңыз. Толық, толымсыз және келтірілген. x квадрат плюс 5x плюс 3 тең нөлге, 6x квадрат плюс 9 тең нөлге, x квадрат минус 3x тең нөлге, минус x квадрат плюс 2x плюс 4 тең нөлге, 3x плюс 6x квадрат плюс 7 тең нөлге, y квадрат минус 24 минус 10y тең нөлге. Так, жауабы: бірінші теңдеуіміз келтірілген теңдеу, екінші теңдеуіміз толымсыз теңдеу, үшінші теңдеуіміз толымсыз теңдеу, төртінші теңдеуіміз толық теңдеу, бесінші теңдеуіміз толық теңдеу, алтыншы теңдеуіміз келтірілген теңдеу деп аталады. Квадрат теңдеулердің коэффициенттерін жазыңыз. 2x квадрат минус 8x плюс 9 тең нөлге, 4x квадрат минус 9 тең нөлге, 4x квадрат тең нөлге, x квадрат минус 4x тең нөлге, 2 минус 3x квадрат плюс 4x тең нөлге, 24 плюс 6y квадрат тең нөлге. Бірінші теңдеуді қарастырамыз. Бірінші теңдеуде коэффициенттері a тең 2-ге, v тең минус 8-ге, s тең 9-ға. Екінші теңдеуімізде a тең 4-ге, v тең 0-ге, s тең минус 9-ға. Үшінші теңдеуімізде a тең 4-ге, v тең 0-ге, s тең 0-ге. Төртінші теңдеуімізде a тең 1-ге, v тең минус 4-ге, s тең 0-ге. Бесінші теңдеуімізде a тең минус 3-ге, v тең 4-ге, s тең 2-ге. Алтыншы теңдеуімізде a тең 6-ға, v тең 0-ге, s тең 24-ге. Квадрат теңдеулердің коэффициенттерін жазыңдар. 5x квадрат плюс 9 тең 0-ге, 5x квадрат плюс x тең 0-ге, x плюс 5x квадрат плюс 4 тең 0-ге. Бұндағы бірінші теңдеуімізде a тең 5-ге, v тең 0-ге, s тең 9-ға. Екінші теңдеуімізде a тең 5-ге, v тең 1-ге, s тең 0-ге. Үшінші теңдеуімізде a тең 5-ге, v тең 1-ге, s тең 4-ге. Назарларыңызға рахмет.